Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасағаннан шығатын, осындай тез әрі оңай дайындалатын тағам дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Електен өткізілген ұнымыздың ортасын ашып дайындап аламыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымыздың үстінен бір шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, осы ұнымыздың үстінен қосамыз. Одан кейін кішкене ғана араластырамыз. Енді үстінен сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластыра отырып, арасында іртік қалмайтындай етіп, орташа тығыздықтағы қамырымызды елеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетімізге салып, салмасы дайын болғанша тындырып қоямыз. Шамамен 15-20 минут арасында қамырымыздың июі қанып дайын болып тұрады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін осылай орташа көлемдегі 2 пияз қажет болады. 2 пиязымызды осылай қолмен ұсақ етіп майдалап турасаңыздар болады, немесе бірден блендерден өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осылай қолмен ұсақ етіп турап алдым. Сонымен қатар бізге сиырдың тартылған еті қажет болады. Тартылған сиырдың етінің үстіне осы пияздарымызды қосамыз. Одан кейін аскөк қосатын боламыз. Аскөк менде бұл жерде укроп және петрушка қостым. Қалауыңызша кинза қоссаңыздар да болады. Осылай ұсақ етіп турап аламыз. Дайын болған аскөктерімізді пиязымыздың үстінен салып, татымына қарай тұз, қара бұрыш және де қалауларыңызша паприка қоссаңыздар болады. Және біздің салмамыз өте сулы, дәмді болу үшін осылай шамалы ғана суымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Осы арада біздің қамырымыздың июі қанып дайын болып тұр. Енді қамырымызды теңдей етіп екіге бөлеміз. Жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін осылай бөліп алсаңыздар да болады, немесе бірден үлкен зуала етіп жая берсеңіздер де болады. Осылай жайған кезде ең алдымен қолыңызбен жайып жібереміз. Басында осылай шамалы ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Соңына қарай ұн себуді қажет етпейді. Мүмкіндігінше соңына қарай ұн сеппеңіздер, себебі қазір қамырды жабыстырған кезде бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Дәл мантыға жаятын қамыр сияқты жайып аламыз. Одан кейін дәл мантыға кесетін қамыр сияқты кесіп алсаңыздар болады. Мен екі түрін жасадым. Біріншісін үлкенірек қып, екіншісін кішірек қып кесіп жасадым. Сіздерге қайсысы көбірек ұнайды, өздеріңізге қалаған пішінде кесіп алсаңыздар болады. Бұл видеода мен кішірек формада кесіп жатырмын. Сіздерге үлкенірек формада ыңғайлы болса, бірден үлкендеу қып кессеңіздер де болады. Қамырымызды осылай кесіп дайындап алғаннан кейін әрбір қамырымызды жеке-жеке бөлек қойып, осылай жайғастырып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп салмасын салып, екі бетіне беттестіріп, бір-біріне беттестіріп, осылай шет-шетін видеодағыдай етіп басып шығатын боламыз. Егер қамырыңыз онша жабысыңқырамай жататын болса, онда сумен шетін шамалы ғана сулап жіберіп жабыстырсаңыздар да болады. Бірақ та дәл осы видеомен жасайтын болсаңыз, қамырыңыз жұмсақ, бір-біріне жабысатын әдемі болып шығады. Қолмен барлығын осылай біркелкі етіп басып шыққаннан кейін шаңышқының көмегімен шет-шетін осылай біріктіріп шығатын боламыз. Екінші қамырымды жайып, біріншіге қарағанда шамалы үлкендеу етіп кесіп алдым. Енді оны да дәл солай жабыстырып, шет-шетін шаңышқымен басып дайындап алдым. Дайын болған қамырларымызды орташа оттан сәл төмен отта қызып тұрған майымыздың үстіне тастап, екі бетінен қызартып пісіріп алатын боламыз. Отымыз біздің орташа оттан сәл төмен отта болу керек, және де қамырды осылай тастағаннан кейін дәл видеодағыдай етіп, үстінен қасықтың көмегімен майды шашыратып отырып пісірсеңіздер, қамырларыңыз өте биік болып көтеріліп, тестаңыз жақсы көтерілетін болады. Және іші жақсы пісіп шығу үшін міндетті түрде орташа оттан сәл төмен отта болу керек. Сол кезде іші барлығы жақсы пісіп, күймей әдемі болып пісетін болады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Бұл енді үлкендері болатын, енді кішкентай формадағыларын пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.